хадисте былай деп келеді екен: кім өмірінде ең соңғы айтқан сөзі ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах дейтін болса, онда ол жәннатқа кіреді дейді. Бұл жерде болды ғой, ла илаха иллаллах айта саламыз. Емес бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: қалай өмір сүрсең, солай өлесің деді. Солай жан тапсырасың деді. Қалай өлсең, солай қайта тірілесің деді. Бір күні Жабраил алейхиссалам: я Мұхаммед, қанша өмір сүрсең де, түбінде бәрібір өлесің деді. Түбінде бәрібір өлесің. Кімді жақсы көрсең де жақсы көр, түбінде бәрібір одан айырыласың дейді. Мұсылманның абыройы, Алланың алдындағы абыройы түнгі құлшылықтардың жасауында. Мұсылманның қадірі, басқа адамдар алдындағы қадірі өзгеге қол жаймай өмір сүруінде дейді. Бара радиаллаху анхудан келген ана бір хадис келеді екен. Бұл хадис Ибн Маджадан келеді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бірге қабір басына бардық. Бір кісі қайтыс болды дейді, сонымен бірге бардық дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірдің шетіне шығып, сондай жылады дейді. Сондай жылағаны соншалықты көзінен аққан жастан жер топырақ суып кетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жасынан жердегі топырақ суып кеткен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: уа бауырларым, түбінде барып басымызға келетін мына өлімге дайын болыңдар дейді. Күллу нәфсин заиқатул маут. Барлық жан иесі түбінде бәрібір өлімді татады. Жоқ ешқандай құтылып кететін ешкім жоқ өлімнен.